Өзіңізді сотқа таныстырыңызшы. Мен Жақсыкелді Дана Айдарқызы. Кішкене жақынырақ тұрыңызшы микрофон. Жақсыкелді Дана Айдарқызы. Туған күніңіз? 09-10-99. Туған жеріңіз? Талғар қаласы. Ұлтыңыз? Қазақ. Азаматтығыңыз? Қазақ. Біліміңіз? Орта. Жұмыс орныңыз, қызметіңіз? Әзірге жұмыссыз. Жанұя жағдайыңыз? Ажырасқам. Қайда тұрасыз? Талғар, Кендала. Толық мекен жайын айтсаңыз. Талғар қаласы, Кендала ауылы, Береке 17. Сіз іс бойынша куә ретінде шақырылып отырсыз. Сіздің куә ретіндегі құқықтарыңыз қылмыстық жазаланатын іс-әрекет немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін өзінің жұбайын немесе жақын туыстарын қудалауға әкеп соғатын айғақтар беруден бас тартуға, өзінің ана тілінде немесе өз білетін тілде айғақтар беруге, аудармашының тегін көмегін пайдалануға, өзінен жауап алуға қатысатын аудармашыға қарсылық білдіруді мәлімдеуге, соттың әрекеттеріне, әрекетсіздігіне шағым келтіруге, өзінің құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтініш хаттар мәлімдеуге, өз адвокатыңыздың қатысуымен айғақ беруге құқылысыз. Міндеттеріңіз: соттың шақыруы бойынша келуге, іс бойынша болғанның бәрін шынайы түрде хабарлауға және қойылған сұрақтарға жауап беруге, іс бойынша өзіне белгілі мән-жайлар туралы мәліметтерді жария етпеуге, сот отырысы уақытында тәртіпті сақтауға міндеттісіз. Сонымен қатар, егер жалған жауап беретін болсаңыз, немесе жауап беруден бас тартатын болсаңыз, қылмыстық жауапкершілік туралы ескертемін. Түсінікті ме сізге? Иә, түсінікті. Алдыңызда куәнің анты тұр, антты оқып қабылдаңыз. Мен Жақсыкелді Дана Айдарқызы сотқа іс бойынша өзіме белгілі болған барлық мән-жайды тек қана шындықты, барлық шындықты айтуға және шындықтан басқа еш нәрсе айтпауға ант етемін. Қолхатқа қол қойып беріңіз, хатшы барып қолхат алыңыз. Сіз сотталушыларды танисыз ба? Кім танисың арасы? Нұрқиясты, Абзалды, Равилді, Азамат пен Нұрболды. Азамат пен Нұрболды алыстан танимын. Ал қалғандармен бір күн бұрын танысқам. Егер білсеңіз, толық аты жөндерін айтсаңыз. Білесіз ба аты жөндерін? Ильясов Нұрқияс, Сакиев Равил, Шынасыл Абзал, Тоқтабаев Азамат, Тоқтабаев Нұрбол. Жақсы, бас араздықтарыңыз болып пе еді араларыңызда? Жоқ. Алыс бойынша өтіп отырған жәбірленушілерді танисыз ба? Бұрын таныдыңыз ба? Жоқ, бұрын танымайтын. Жақсы, мемлекеттік айыптаушылар, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Куә Жақсыкелді, бізге айтып беріңізші. 2024 жылы қазан айының 3-нен 4-не қараған түні қандай жағдайлар болды, оқиғалар болды? 3-не қараған түні бізді Эйфория кафесіне шақырды. Біз құрбым екеуміз сол жаққа бардық. Ол жақта отырдық, стол жайылып тұрған. Жақсыкелді, кешіріңіз, осы жерде нақты айтыңызшы, кім шақырды сізді? Толығырақ айтып отырыңыз. Бізді Равил шақырды. Сонымен Елмира екеуміз жолығып сол жаққа бардық. Ол жаққа барған кезде кафенің алдында Абзал, Нұрқияс, Равил үшеу тұрды. Содан біз амандасып кафенің ішіне кірдік. Кафенің ішіне кірдік, столда отырдық. Одан кейін біз таныс болуға шықтық. Таныс болуға шыққан кезде столда ұлдар өздері қалды. Және арасында Нұрбол деген бала келді. Нұрбол келді, одан кейін кет қалды. Сосын біз 12-ке таман кафе жабылады деп кафеден шықтық. Сол кезде қайтамыз дегенбіз. Сосын я қыздар, сендерді апарып тастайық деп Нұрқияспа сол айтқан болатын. Сонымен Мәрс Кабан машинасына отырдық. Нұрқияс, мен, Равил, Елмира водитель болып Шыңғыс отырды. Алдында Азамат отырды. Сонымен үйге қайтамыз дегенде, я қайтамыз деді. Сонымен бірақ жолда магазинге кіре салайық деді. Сонымен бізде де как раз темекі бітіп қалған болатын. Сонымен сол Қамажай магазиніне бардық. Сол жаққа тоқтадық. Ол жерде магазиннің алдында талпа ауылдар тұрған. Нұрқиястар қазір сөйлесіп қайтайық деп машинадан түсті. Машинадан түскеннен кейін біз где-то 1-2 минут арасынан кейін магазинге темекі алуға кірген болатынбыз. Сол кезде бірінші Елмира кірді, одан кейін мен кірдім артынан.
темекі сұрадық, бірақ бізге сатпаймыз деді. Сонымен мен бірінші шығып кеттім, артынан Елмира шықты. Біз шықтық. Шыққан кезде уже ерегес басталып кетті. Содан мен машинаның артына кеттім. Да Равиль қасымда тұрды ғой деймін. Потом атыс басталды. Сол кезде бізге қарай сақалды, бойы ұзын жігіт сұр киіммен сол бізге оқ атты, мылтықпен. Бірінші аспанға атты, одан кейін 2 рет бізге қарай атты. Одан кейін төбелес, вообще көшенің арғы бетіне кетіп қалды. Сол жақта төбелес болды. Жалпы мына эйфория кафесінен шыққан кезде, көлікке отырған кезде, мына сотталушылар қандай әңгіме айтып отырды? Сіз жалпы білдіңіз бе, қайда бара жатқанын? Эйфориядан шыққанда ма? Иә. Шыққанда жоқ, білген жоқпыз. Айтқан жоқ. Магазинге кіріп шығайық деп айтқан болатын. Қамажай магазиніне, дүкеніне келген кезде қанша адам болды сыртында? Сыртында где-то 6-7 баладай тұрған болатын, талпа ауылдар тұрды. Олар не туралы сөйлесіп тұрды? Оны мен естіген жоқпын, себебі біз машинадан балалар түсіп кеткеннен кейін біз артынан түстік. Біз түзуінен магазинге қарай кіріп кеттік. Олардың арасына барған жоқпыз. Магазинге кірген кезде не болды сол кезде? Осы жерде нақты айтып беріңізші бізге. Магазинге кірдік, Елмира сұрады, темекі сатасыз ба деді. Сонымен ана кісі темекі сатпаймын, шығыңдар деп айтты. Сонымен біз шығып кеттік магазиннен. Біз шыққанда уже магазин алдында ерегес болады, төбелес болды. Төбелес болды ма, ерегес болды ма? Мен біреу құлап жатты ма, сондай бір әле болды. Сосын мен қолымды сілтеп, жүріңдер қайтамыз деп айғайлаған болатын. Төбелесті кім бастады? Оны мен көрген жоқпын, байқамадым. Сол сәттегі сотталушылардың әрекетін бізге қазір айтып бере аласыз ба? Кім не істеген? Отырыңыз, қайда кетіп барасыздар? Жоқ. Бізге мылтықпен атылғаннан кейін төбелес вообще көшенің арғы бетінде болды. Магазиннің арт жағындағы көшеде, домдардың арасындағы. Мен ол кезде машина жақта тұрғам. Сол машинаның ішіне кіріп, мен сол жақта отырдым. 5 минуттай. 5 минуттан кейін шығып, бір 2-3 метр жасадым да айғайладым, ұлдарға қайтайық деп. Ол кезде бірақ ешкім естіген жоқ, мен қайтадан машинаға келіп отырдым, сол жақта күттім. Сол кезде білдіңіз бе негізі төбелес не үшін басталған? Жоқ, білген жоқпын. Сіз нақты қандай әрекет жасадыңыз мына жанжалды болдырмау үшін? Мен қолымды сілтеп, ұлдарға айттым, жүріңдер қайтайық дедім. Төбелеспеңдер дедім. Одан кейін мылтықпен атылғаннан кейін мен дальше ештеңе істеген жоқпын. Мен қорықтым. Не үшін қорықтыңыз? Енді мылтықпен атқаннан кейін өз өмірім үшін қорықтым, шошып қалдым. 102-ге, полицияға, 100-ге, жедел жәрдемге неге хабарласпадыңыз? Ондай ойымда болған жоқ. Бір жағынан мылтықты өмірімде бірінші рет көрдім. Мылтықпен атылғанда бірінші рет естідім. Соң қорқып машинада отырып қалдым. Өз өмірім үшін қорықтым. Әзірше жоқ. Сізде бар. Менде бар. Куә жақсы келді. Дүкеннен шыққан сәттен бастап, ары қарай әр адамның іс әрекетін айтып беріңізші. Жаңа менің әріптесім сұрады, сіз көрген жоқпын деп айттыңыз, жақсы. Кім бірінші төбелесті бастаған? Нақты сол жерде қанша адамды соққыға жықты? Қанша адамға физикалық күш көрсетілді? Мен дүкеннен шыққан кезде ондай нәрселерді байқаған жоқпын. Мен талпа ауылдарды көрдім. Біздің ұлдар сөйлесіп қайтамыз деп шыққан болатын. Одан кейін бір-бірімен ерегесіп боғауыз сөз айтқандарын ғана естідім. Дальше кім төбелесті бастады, кім бір-бірімен соғысқан көрген жоқпын. Бірақ бізге қаратай мылтықпен атқанын ғана көрдім, сақалды баланың. Содан кейін төбелес басталып, дальше басқа көшеде болды төбелес. Сіз ол уақытта қайда болдыңыз? Мылтық атылғанда мен тұрып қалдым. Содан кейін кабанның артында тұрдым, Мәрстің артында. Мәрстің артында тұрдыңыз? Иә, содан кейін машинаға кіріп машинада отырдым. Жақсы, сол сәтте құрбыңыз Нұрбекова қайда болды? Мен оны байқаған жоқпын, ол сыртта тұрды ғой. Мен себебі ішке кіріп кеттім машинаға. Машинаның ішіне кіріп отырдыңыз? Иә. Жақсы. Жалпы жәбірленуші Гайпаев пен Полатқа соққы көрсеткен сәтті көрдіңіз ба сіз? Жоқ, көрген жоқпын. Ал жаңа айттыңыз ғой, құрбыңыз, яғни далада қалған.
Сіз автокөліктің ішінде отырдым деп айтып тұрсыз, дұрыс па? Нұрбекова өз тарапынан жанжалдың алдын алуға бір іс-әрекет жасады ма? Басында ол Равиль ұстап тұрғанын ғана байқадым, одан кейін мен Кабанның артында тұрғам, одан кейін байқаған жоқпын. Сосын мен машинаға кіріп отырдым, дальше мен білмеймін, одан кейін ол қасыма келді. Жақсы. Қанша уақыт орын алды осының барлығына, қанша уақыт кетті? Ұзақ емес, 5 минуттай қойдым. 5 минуттай. Иә. Жанжал аяқталғаннан кейін не істедіңіздер? Сол мен машинада жалғыз өзім отырдым, одан кейін 5 минуттан кейін барып шығып айғайладым оларға қайтайық деп. Соң ешкім естіген жоқ, төбелес вообще көшенің басында болып жатты. Сонымен қайтадан машинаға келіп отырған кезде уже бәрі қасыма, уже бәрі келе жатты. Сонымен машинаға бірге отырдық. Сонымен қайтайық деп едік. Қазір деді да, тағы 3 магазин жаққа бардық. Сол жаққа бардық, сол жақтан магазинге кіретіндер магазинге кірді. Дизи сусын алып шықты, жаңа темекі алдық. Автокөлікке жанжал аяқталған кезде автокөлікке отырған сәтте достарыңыздың қолдарынан бір нәрсе байқадыңыз ба? Иә. Не байқадыңыз? Басын автокөлікке бірден отырған кезде байқаған жоқпын. Уже жолға жүріп бастағанда байқадым. Машинаның алдыңғы сиденьясында жаңағы мылтық тұрғанын көрдім. Жақсы. Құрметті сот, бұл 29 қараша 2029 жылғы жауап алуында ол 27 том 20 бетте 2 абзацта жазылған. Сол сәтте мен Абзалдың қолына мылтықты автокөліктің алдына қойғанын көрдім деп жауап берген. Одан кейін Тұра тұрыңыз. Сіз мылтықты көрдіңіз? Иә. Жоқ, мен машинаға олар барлығы бірге отырды ғой. Сол кезде бірден алып келген көрген жоқ, машинамен жүріп кеткен кезде көрдім. Сол кезде Абзал алдыңғы орында тұрған. Сол кезде алдыңғы сиденьяда тұрды мылтық. Мылтықтан басқа тағы не көрдіңіз? Ол кезде ештеңе көрмедім, сол моментте. Басқа кезде не көрдіңіз? Одан кейін біз 3 магазиніне бардық. Сол кезде магазинге Шыңғыс, Нұрқияс, Елмира үшеуі кірді. Елмира дизи сусын алып шыққан болатын. Ол дизиді ішті ма, ішпеді ма нақты білмеймін, бірақ ол капотқа қойды. Сосын Абзал менен капотта тұрған дизиді бере саш деді. Ол еңкейіп тұрған болатын. Қолын сүртіп тұрды ма, бір бәле істеп тұрғандай болды. Сонымен мен дизиді алып келе жатқанда құя саш деді. Сонымен құйдым дизиді. Сол кезде құйып атқан кезде басында байқаған жоқпын, кейін байқадым, пышақтың жүзін байқадым. Жақсы, құрметті сот, бұл 27 том Қайталмай қойсаңыз болады, бәрі білді. Иә, 29 қарашада алынған. алынған. Жақсы, пышақты жуып жатқанын көрдім дедіңіз. Пышақ қандай болды және Шынасыл пышақты не үшін жуды? Мен пышақтың қандай болғанын білмеймін, себебі мен пышақтың жүзін ғана көрдім. Не үшін жуды пышақты? Мен оны нақты білмеймін. Қараңғы болды ма ол жер? Иә, себебі ол машинаның бұрышы болатын. Ол кезде уже түн батып кеткен. Сіз машинаның қай жағында, автокөліктің қай жағында тұрдыңыздар? Машинаның арты болу керек, себебі капоттың үстіне қойған болатын дизиді. Жақсы келді, қалай арты болады? Қазір ғана айтып тұрсыз ғой, капотындағы дизиді алып сол жерде жудым деп. Енді мен нақты білмеймін, машина қалай тұрғанын мен есімде жоқ. Машина қалай тұрғанын сұрап тұрған жоқпын. Сіздер машинаның қай жағында тұрдыңыздар деп сізге сұрақ қойып тұрмын. Біз машинаның шетінде тұрдық, бірақ оң жағыма, сол жағыма есімде жоқ. Жақсы, одан кейін ол пышақты кім қайда жіберді? Одан кейін біз ол жерден көтеріліп Рысқұлов ауылына қаратай шықтық қой деймін, себебі сол жаққа қарай тартылыңдар деп біреулер бір-бірімен сөйлесіп жатқан. Нұрқиясқа біреу звондады ғой деймін. Артымыздан келе беріңдер деді ма, сондай әңгіме болды. Сол кезде жолдан бір жерге тоқтап, Шыңғыс деген бала машинадан жаңағы мылтықты, жаңағы пышақты алып түседі. Сол екеуін алып түседі. Қайтып олар келгеннен кейін 5 минуттан кейін қолдарында ештеңе болмайды. Олар құр қол келді. Шынасыл Абзалдың қолындағы пышақ Бержужаев Шыңғыстың қолына қалай өтті? Оны мен байқаған жоқпын. Бірақ Шыңғыстың алып түскенін көрдім. Бергужаевқа біреу айтты ма, ол пышақпен мылтықтың көзін құрт деп? Оны мен естіген жоқпын, себебі біз сол жерге барып тоқтаған кезде машинадан Нұрқияс құсып
ауырып сонымен темекі шегуге шығып кеткенбіз, ал қалған машинаны түсіп сол жақта өзара сөйлесіп тұрған. Жақсы, оқиға болған сәтке оралсақ, сол жерде басқа әйелдің көмектесіңдер деген дауысын естідіңіз бе? Мен жоқ, естімедім. Естімедіңіз бе? Жоқ. Оқиға орын алған сәтте басталып жатқан кезде сіз айттыңыз, дүкеннен шығып жатқанда ерегесіп жатты дедіңіз. Сол сәтте неге алдын алу шараларын қабылдамадыңыз бірден? Мен ол кезде бір жағынан ойлаған жоқпын, ондай төбелес болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бір жағынан менде өзімде телефоным қолымда болды, бірақ өшейін деп тұр ма, мен есімде жоқ. Бірақ өз өмірім үшін қорықтым, бір жағынан сол үшін де звондаған жоқпын. Бір жағынан мылтықтың дауысын естігеннен кейін мен андай қорқып қалдым. Қорқып не істерімді білмей қалдым. Оқиға болған кезде, құрметті сот, мұнда 21 том 76 парақта 28 қазанда жауап алу сәтінде беттестіру болған кезде жәбірленуші Бишімбаева мен Жақсыгелдің арасында. Бишімбаева оқиға орында Шынасыл мен Тоқтабаев ұстап тұрған кезде осы Жақсыгелдіге мен қасындағы қызға скорый, полиция шақырыңдар деп айттым деп жауап берген. Түсініп тұрсыз ба? Иә, естідім. Шынасыл мен Тоқтабаев ұстап тұрған кезде скорый мен полиция шақырыңдар деп айттым деді. Осы туралы не айта аласыз? Қазіргі таңда сіз ештеңе көрген жоқпын деп. Кім мен кімнің арасында беттестіру? Бишімбаева мен осы Жақсыгелдің арасында 28 қазан 2024, 21 том 76 парақ. 70 бет. Жауап бере аласыз ба? Мен ол кезде ол кісіні ұстап тұрғанын көрген жоқпын, и маған өйтіп айғайлағанын естіген жоқпын. Мен ол сәт, вообще ондай сәт болған жоқ. Көрген жоқпын. Жалпы қай кезде автокөлікке барып отырдыңыз сонда сіз? Ештеңе көрмесеңіз, ештеңе естімесеңіз? Сол мылтықпен атылған сәттен кейін, бір 2 минуттан кейін мен сол кабан машинасына отырдым. Содан кейін где-то 5 минуттан кейін шығып ұлдарға айғайладым. Одан қайтып машинаға отырдым. Жақсы. Ол оқиға болған сәттен кеткеннен кейін жаңа айттыңыз, машинаның қасында пышақты жуған, яғни дизель құйып бердім деп тұрсыз Шынасылдың қолына пышақ жуу үшін. Неге сол сәтте болмасын, неге сіз шара қабылдамадыңыз? Көріп тұрсыз ғой пышақ жуып жатқанын. Иә, көрдім. Мен ол кезде ондай жағдай өмірімде болмағаннан кейін, біреуінде мылтық болса, біреуінде пышақ тұрса, мен қорықтым, 102-ге звондауға қорықтым. Пышағы бар, мылтығы бар адамдармен жүруге қорықпадыңыз ба? Енді мен артық движение істесем, маған бір әлі сепсай ма деген қауіп болды. Не үшін ондай қауіп болды? Соттаушылар сізбен жүрген кезде сізге қысым көрсетті ма? Ондай қауіп төндіретіндей қауіп төндірді ма жалпы ондай? Жоқ, ондай қысым көрсеткен жоқ, бірақ мен оларды көптен танымаймын ғой. Мен онымен сол кезде араласқаныма өзі бір где-то бір көпте болған жоқ негізінде. Өте көп араласқан жоқпыз. Мен оларды жақсы таныған жоқпын ешқайсысын. Көп араласпасыз, бірақ сол кезде кафеге шақырған соң барғанбыз, иә. Жақсы, әзірше сұрақ жоқ құрметті сот. Айыптау тарабы бар ма сұрақтарыңыз? Қоя бергіңізге болады. Айтыңызшы, Дана, сіз Эльмирамен қанша уақытта танысыз? Ау? Эльмирамен қанша уақыт танысыз? Эльмирамен сол уақытқа дейін где-то 3 ай. 3 айда, иә? Иә. Жақсы, сіз ана автокөлік оқиға орын алғаннан кейін Мерседеске отырдыңыздар, иә? Қасыңызда Эльмира болды, ішінде қандай әңгімелер болды? Пышақ жайлы әңгіме болды ма? Жоқ, пышақ жайлы әңгімені естіген жоқпын, мән берген жоқпын ондай әңгіме болса да. Бірақ Нұрқайысқа біреу звондап, Питаққа келіңдер деп айтқан. Или Нұрқайыс айтты ма, сондай Питаққа келіңдер, өзіміздің Питаққа шақырды ма, сондай бір әлі болды. Қалған әңгімені білмеймін. Тағы мынандай сұрақ. Сіз мына берген жауаптарыңыз бәріне бас тартпайсыз ғой, иә? Тергеуде берген. Ешқандай бір шок жағдайда болған жоқсыз ғой? Шок жағдайда болған жоқпын, мен қорықтым. Қорықтыңыз, тек қорықтым. Енді айтып беріңізші, 5 күні Эльмирамен бірге алып жүрді ма тергеу әрекеттеріне? Бізді 3 күні сол түнде ұстады ғой. Түнде ұстағаннан бізді 4 күні келесі түнге дейін 1 сутка ұстады. Сол кезде екеуміз екі жақта жүрдік. Ал көрген жоқсыздар? Иә, екеуміз екі жақтан алды да просто. Мен сұрағым жоқ, құрметті. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз.
жәбірленушінің өкілі Бағдат Амандосұлы. Айтыңызшы, сіз жаңағы құрбыңыз Эльмираға тауда тұрған жерде сіздер ана дези алып, жаңа өзіңіз айттыңыз, пышақтың жаңа жүзін жууға құйдым дедіңіз. Содан кейін бір тау жаққа қарай кеттік дедіңіз бе? Сол кездерде айттыңыз ба? Такси шақыртуға бір әрекеттер жасадыңыз ба кетіп қалуға? Иә, біз Тресемерка жақтан қайтайық дегенде, олар қазір міне талғарға түсеміз, апарып тастаймыз деді. Одан тау жақта уже бізде сет ұстаған жоқ о жақта. О жақта вообще сет ұстамайды. Содан ұлдар уже талғарға түсеміз, жүріндер үйге апара жатқан біз негізінде. Сол кезде ойлағанбыз қазір талғарға жеткенде дальше өзіміз жүзекке немесе жаңа полиция қызметкерлеріне звондап немесе барып ескертеміз деп. Сол кезде бізде жолдан уже ұстаған сотрудниктер. Біз сол кезде үйге апара жатқан болатын олар. Сіз жаңа мемлекеттік айыптау тарабы сұрақ қойды сізге. Не үшін сіз дезиді жаңағы ана пышаққа құйып жаңағы шынасыл жуған білдіңіз бе деп? Сол кезде сіз не деп жауап бердіңіз? Мен жуған білген жоқпын. Дези капотта тұрған, Абзал еңкейіп тұрған, қолын сүртіп па, оны нақты білмеймін. Сосын маған айтты, дезиді бере саш деді. Соны жарайды деп бере жатқан, құйып жіберші деді. Сонымен құйып жатқам, өзі мен шынымды айтайын, бір қолымда темекі тұрған, мен байқаған жоқпын не екенін. Сонымен құйып жатқаннан кейін қарағанда пышақтың жүзін көрдім. Сосын қолына бердім де кетіп қалдым. Ал тергеу барысында шынасыл сізге не деді? Беттестіру кезінде? Беттестіру кезінде, иә, қолымда пышақ болды деп айтты. Қандай мақсатта суды құйдыңыз деген кезде жауабы қандай болды оның? Қол іздері кетіру үшін деді ма? Іздер қалмау үшін деді ғой деймін. Құрметті сот, назарыңызды аударуды сұраймын. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз бар ма тағы да? Иә, тағы бір. Айтыңызшы, оқиға болған кезде сіз автокөлікте отырдыңыз, иә? Қорыққаннан, оқтың дауысын естіңіз ғой. Сол кезде сіз жаңа мемлекеттік айыптау тарапы қойды ғой, құқық қорғау органдарына хабарласуға мүмкіндігіңіз болды ма деп? Иә, болған жоқ. Болған жоқ болғанда мен ол кезде мылтықтың даусынан кейін қорқып дірілдеп отырып қалдым, мен не істерін білмей қалдым. Бір жағынан жалғыз қалдым, бір жағынан қорқып қалдым дауыстан. Бірақ сіз жалғыз отырдыңыз ғой көлікте? Иә, жалғыз отырдым. Одан кейін бір минуттан кейін Эльмира келді. Бірақ мен шын айтсам, мен қорыққаннан не істерін білген жоқпын. Сол көлікке ең бірінші қару-жарақ әкелген адамдар болды ма? Төбелестен кейін ба? Иә, төбелестен кейін, оқиға орны біткеннен кейін сіз көлікте отырсыз. Сол кезде көлікке бір азаматтар, білмеймін кім екен, қаруды әкеліп қойған өзіңіздің көзіңізбен көрдіңіз бе? Абзал әкеп қойды. Кім? Абзал. Көрсете аласыз ба? Иә. Құрметті сот. Сотталушы тұрыңызшы. Осылардың арасында қайсысы? Мен жақтан санағанда 4-ші бала. Құрметті сот. Қалғандарыңыз отырыңыздар. Өзіңіз таныстырыңыз. Айтып өтсеңіз. Ау? Ат жөн. Осы азаматқа сіз сенімдісіз бе? Сотталушы отыра беріңіз. Әйтеуір біз машинаға барлығы келіп отырады, Абзал алдыңғы сиденьяда отырады. Водитель болып Шыңғыс отырады. Сол кезде машина жүріп бара жатқан кезде мен себебі ортада отырып қалам да, былай ортада отырғаным бәрі көрініп тұрды. Сол кезде алдыңғы сиденьяда мылтық тұрды. Ол Абзалдың алдында тұрды. Иә. Так. Жоқ, сіз сұраққа жауап бермедіңіз. Алып кіргенін көрдіңіз ба? Жоқ, нақты алып кірген көрген жоқпын, бірақ Абзалдың алдында тұрған көрдім. Тыныш. Қазір сұрақ қоясыз. Қоя беріңіз. Жауап алу хаттамасында, құрметті сот, қазір нақты сіз көрсетесіз, мен көрдім деп, Абзалдың алып келгені. Тыныш. Так, 20, қазір айтам. Егер қателеспесем, 20... Қазір. 27, по-моему. Я 3-8.
27-ші том қазір. Каз. Қазір кейінірек тауып алармын мен. Так, тағы бір сұрақ қойсам, құрметті сот. Машинаның ішінде барлығы сау болды ма? Оқиға орнынан кеткенде, оқиға орнына барған кезде, сол машинаның ішінде, Mercedes-Benz-тің ішіндегі отырғандардың барлығы сау болды ма? Оны нақты білмеймін мен, олар үшін жоқ білмеймін. Ал оқиға орны біткеннен кейін машинаға отырдыңыздар ғой, Mercedes-Benz-ке? Сол кезде барлығы сау болды ма? Білмеймін нақты. Есіңізде емес. Құрметті сот, жаңағы мен қойып отқан сұрағым, ол Так, 27-ші том, 20-шы бетте жариялауды сұрайым. Қандай? Бұл жерде былай жауап береді. Сол сәтте мен Абзалдың мылтықты көліктің алдыңғы орнына қойғанын көрдім дейді. 20-шы бет? 20-шы бет. 27-ші том. Екінші абзац. Есіңізге түсті ме? Мүмкін көрген шығармын, просто уже. Осы жауапты қолдайсыз ба? Қолдаймын. Қолдайсыз. Менде сұрақ жоқ, құрметті сот. Бар болса қоя беріңіздер. Айтыңыз, сіз Шынасыл Абзалдың пышақ жуғанын көрген кезде қастарыңызда біреу болды ма? Қастарымызда? Сіз компаниямен келдіңіз. Себебі удар тұрған, темекі шегіп тұрған. Кім екенін айта аласыз ба? Нақты кім екенін білмеймін. Бірақ жан-жағымызда удар тұрды, темекі шегіп. Бар ма сұрақтарыңыз? Да, құрметті сот. Жәбірленушілердің өкілі Мұстапаев. Мынандай сұрақ сізге. Жаңа 3 семерка дүкенінен шыққаннан кейін сіз қай машинаға отырдыңыз? Қабан. Қабанға отырдыңыз ба? Жаныңызда кімдер болды? Елмира, Равиль, Нұрқияс. Енді осы аталған тұлғалар оқиға болған жерден шықтыңыздар, жаңа дүкенге кірдіңіздер. Осы аралықта қандай да бір заңсыз әрекет жасағандарын сезінді ма, әңгіме болды ма сол туралы? Өзара әңгімелерін айтасыз ба? Заңсыз әрекет жасаған туралы жоқ, оны мен соны естіген сезініп жоқпын. бір әңгіме, қандай да бір әңгіме болды ма? Жоқ, оны мен нақты естіген жоқпын. Себебі тоқтаған кезде олар өздері жеке сөйлесіп отқан. Құрметті сот, жаңағы жауабын жарияласам бола ма? Нақты сол жайында әңгіме болды. Ума іспетін айтсаңыз. 7-ші том, 5-ші бет. Бола ма, құрметті сот? Мынандай 3-ші абзацында былай деп көрсетіпсіз. Сол дүкеннен шыққаннан кейін, содан кейін барлығымыз қайтадан Шыңғыстың автокөлігіне отырып, Талғар қаласынан шығып кеттік. Жол бойы Нұрқияс біреулермен телефон арқылы сөйлесіп, қайдасыңдар, жоғары жаққа өзіміздің Питаққа барайық деп айтты. Сонымен қатар өзара қалжыңдасып, ауылға путевка алып кетеміз ба енді деп айтып отырды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген нәрсені түсіндіріп айтып бересіз ба? Жоқ, оны мен түсінген жоқпын. Мен естігенімді ғана айттым. Жоқ, ең бірінші сұрақ, ондай сөздер болды ма? Оны мен жаңа айттым ғой басында. Питаққа шақырды. Жоқ, ауылға путевка деген. Болды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген кім айтты ол әңгімені? Нұрқияс айтты. Оның астарында не жатқанын білесіз ба? Не туралы болғанын? Жоқ, білмейді екенмін. Себебі мен мән берген жоқпын. Әзірге болды, құрметті сот. Айыптаушылар, бар ма сұрақтарыңыз? Да. Қойыңыз. Я, құрметті сот, представитель потерпевших, адвокат Досаева.
Скажите, пожалуйста, свидетель, вот вы сказали о том, что пояснили только что суду о том, что вы видели нож. Правильно, да? Сіз жаңа в пышақ руках у көрдім деп Абзала. айттыңыз. И вы поливали дизель, он смывал. Что именно он смывал? Сіз дизель Вы қойдым кровь дедіңіз. видели? Вы кровь видели? Скажите, на ноже вы Жақсы. видели пятна какие-то, Басқаша. бурые пятна, кровь? На лезвие ножа вы видели? Мен ол Сіз сұраққа- дизель қойдым дедіңіз, Тұрады. бір нәрсені жуды дедіңіз. Ол жерде не көрдіңіз? иә мен ол Пышақтың сұраққа жүзінен жауап қан ба, бердім қандай бір дизельді нәрсе құйған көрдіңіз? кезде пышақтың жүзін ғана көрдім мен Я видела Жылтырап тұрған только- жүзін ғана. А кровь вы не видели на ноже, да? Қан Никаких көрдім. пятен не видели? Мгм. Көрген жоқпын Дақ та байқаған көрдім. жоқпын. Скажите, пожалуйста, данных подсудимых ребят, вот Равиль, да, Абзал, потом Нуркияс, Азамат, вы давно с ними общаетесь? Какой период Сотталушылармен времени? бұрыннан бері. Жауап берсін. А? Тыныш. Байғыдан таныс емеспін. Сколько Нет, месяцев вы знакомы с ними? Қай уақыттан негізі бері білесіз? араласқанымыз бір апта ғана бірақ танитын сол бір ай көлемі біз интернет желісінде танысқанбыз. Теперь, спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Нурумова, вы уже сидели в автомашине, она, Нурумова подошла через какое-то определенное время. Нурумова Эльмира. Нурбекова. Простите. Нурбекова, да, простите, пожалуйста. Нурбекова Эльмира к вам подошла, села в автомашину. Когда она села в автомашину, у вас был разговор? Она рассказывала про этот инцидент, про это происшествие, что ребята подрались, там что-то произошло. Говорила вам? Делилась она с вами с данным происшествием? То, что было у Сұрағыңызды қойып магазина? болдыңыз ба? Да. Аударыңызшы. Сіз көлікке отырдыңыз, содан кейін біраз минуттан кейін ана Эльмира келіп отырды. Сол Эльмира келіп отырған кезде Эльмираның тарапынан сол төбелес жайлы, қақтығыс туралы айтқан қандай да бір әңгіме болды ма? ол бірінші келіп отырған ма немесе екінші келіп отырған Первый ма? раз, когда села, или во второй раз? Когда ее не было какой-то период времени, там, вы же сходили в магазин, потом вы вернулись, вы сели в машину, правильно? Насколько? По вашим показаниям. Вот второй раз, когда она уже пришла. Екінші рет келген кезде. жоқ себебі Села в ол машину. екінші рет ол келген кезде уже ол барлығымен бірге ол біреу оны сүйреп алып келе жатты ал біз уже машинада отырғанбыз бәріміз сол кезде ол отырды Так. ал біз Хорошо. сөйлескен жоқпыз. Ага, хорошо. Ну вот она села же в машину, она ничего, она находилась в каком состоянии? Вот в каком эмоциональном состоянии? Көлікке отырған кезде ол қандай күйде болды? Эмоциялық қандай мен күйде онымен болды? сөйлесе алған жоқпын потому что ол машинаның есік жағында отырды ал одан кейін Равиль отырды ал мен ортада отырдым мен Нұрқиястың жанында отырдым біз сөйлескен жоқпыз біз жеке қалғанда ғана сөйлестік ол кезде и то қайту керек еді такси шақырайық бір бәле қылайық деген әңгіме болды. А по поводу вот этого инцидента, происшествия, она вам не делилась, ничего не рассказывала? Ал қақтығыс туралы, болған жайт туралы еш нәрсе айтпады ма, бөліспеді ма? именно не көрген айтқан жоқ бірақ қорқып тұрмыз не істейміз тезірек қайтайық бір бәле қылайық деген әңгімелер айтып жүзекке звондаймыз да қалай звондаймыз деген әңгімелер болған болды. Қайту керек еді деген. Вот когда она вам сказала, вот сейчас вот вы ответили на мой вопрос о том, что вызвать нам 102 или не вызывать 102. Нет, вызвать не вызвать емес жүзекке қалай звондаймыз деген әңгіме болды. Аударып беріңізші. Как позвонить на 102? Был такой раз. Менің телефоным өшіп қалған болатын ол кезде. Так как у меня телефон был выключен. Скажите, пожалуйста, а все это время у Эльмиры Нурбековой телефон где находился, вы знаете? Сол уақытта Эльмираның телефоны қайда болды? Жоқ, оны нақты білмеймін, себебі мен өз телефонымды машинаның алдыңғы орындығының артқы карманынан тауып алдым. Себебі сол жерге қойған болатын, оны кейіннен есіме түсірдім. Хорошо, у меня нет вопросов, уважаемый суд. Қорғау тарапы. Қоя беріңіз. Адвокат Садибеков, жаңа сіз айттыңыз ғой, мылтық атқан адам деп. Сол адамды сипаттап жіберіңізші. И ол тергеу барысында кім екенін анықтадыңыз ба? Иә. Мылтықпен бізге қарата айтқан ол Нұрғанат Ғайыпбаев деген кісі болатын, марқұм. Ол бой ұзын, сақалды кісі болған. Бой ұзын, сері кофтамен жүрген. Басқа сұрақ жоқ, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Қоя беріңіз. Келді, нақты фамилиясы мен атын айтып аттығына дұрыс емес түсініп қалуы мүмкін. Оның фамилия аты жөні сізден қайдан таныс болды? Өйткені бағана прокурор сұрақ қойды. Қоя беріңіз. Прокурор сұрақ қойды, Ештеңені түсіндірудің қажеті жоқ.
соны қайдан білесіз, сізге қайдан мәлім болды, қай жерде кездестіңіз? Біз бірінші РУВД-ға түскен кезде бізді суреттерінен көрсетіп айтты. Мылтықты кім атқан кезде суретпен көрсетті. Одан кейін беттестірген кезде білдім ат жөнін. Сұрағым жоқ. Қорғау тараптағы сұрақтарыңыз бар ма? Қорғау Шабенов. Сіз кім келдіңіздер оқиға болған жерге, бірге отырған, кафеде отырған жеріңізден? Эйфориядан ба? Иә, Эйфориядан. Кім келдіңіздер? Эйфориядан Шыңғыс, Азамат, Равиль, Эльмира, мен Нұрқияс. Азамат сіздермен келді ме? Азамат, иә. Сіздермен келді. Иә. Абзал? Или Азамат. Иә, Абзал, жоқ, Абзал басқа машинамен келді. Сіздерден кейін келді. Иә. Так, сіз Абзал қайдан естіп келді екен? Барлығыңыз бірге отырып естіңіздер ме, или ол кісіні біреу шақырды ма? Оны нақты білмеймін. Есіңізде жоқ, Содан кейін сізге мынадай сұрақ қойған, тергеуші. Кім пышақ салды екен? Айтыңыз, сол оқиға болған күні, кешіріңіз, 6-шы том, 146-шы бетте. Айтыңызшы, сол оқиға болған күні, оқиға орын қайтыс болған жәбірленушіге кім пышақ салды деген. Сіз жауабыңыз есіңізде ме? Мен көрген жоқпын. Оқи берген, сіздің жауабыңыз былай. Мен оны білмеймін, көрген жоқпын. Ол емес, ответ мына жерде қызық жері. Ол кезде мен автокөлікте отырған едім. Сіз қайдан білесіз ол кезде пышақ салынғанын? Көрмесеңіз. Енді төбелес қай жерде болады деп мен сұрады ғой. Сол кезде мен айтқам, төбелес басқа көшенің басында болады дедім. Содан кейін РУВД-ға жеткізілгенде бізге айтты, что жаңағы бала қайтыс болып кеткенін айтты. Ал енді мына жаңа сұрақ қойып кетті жәбірленуші жағынан. Әйел адамдарды қолынан ұстап тұрған кезде қандай оқиға болды? Қандай төбелес жүрді сол кезде? Барлығы сөр почти одномоментті болды ғой бір жерде. Сонда не көрдіңіз сіз сол жерде? Қалай ұрылды, қалай тепкіленді? Оның ешеңесін көрген жоқсыз ба сонда? Сіздің жауабыңызда сөк гладко. Әйел адамдарды көрген жоқпын, олай ұстап тұрғандарын да көрген жоқпын. Мен магазиннің алды жағында тұрғым. Телефон соғыңдаршы, скорыйға хабар беріңдер дегенді кім айтты? Сіздер жағынан болды ма, я болмаса жәбірленушілерден болды ма? Ондай сұрақ алынып тасталады. Басқа сұрағыңыз қой беріңіз. Басқа сұрағыңыз. Беттестіруде болған жоқсыз. Беттестіру болса, онда сол жариялаңыз. Сіз жаңа қойып кеткен. Онда қайталап қоймай қойыңыздар. Рахмет. Адвокат Бөлінбаев Мәди. Қорғаушы Баймұханова, Қали Ахметтің мүддесінде айтыңызшы, сіздер жаңағы құрбыңыз Эльмирамен дүкеннің ішіне кірген кезде, дүкеннің ішінде өздеріңізге бұрын таныс емес азаматтар болды ма? Біз магазинге кірген кезде, танымайтын балалар тұрды. Не істеп тұрды балалар? Олар білмеймін, олар тұрды, сөйлесіп, біз темекі сұрадық та шығып кеттік. Олар да артымыздан шыққан болды. Олар дүкен сатушысымен ұрысып, бір сөз таластырып тұрған жағдай болды ма сол жерде? Жоқ. Сіздер дүкеннен шықтыңыздар, ол балалар да сіздермен дүкеннен шықты ма? Мен бірінші шығып кеттім, артынан Эльмира келе жатқан, арттан ұлдар да келе жатқан, дальше мен көрген жоқпын. Енді айтыңызшы, осы жаңағы төбелес болды, осы оқиға орын алды, сол оқиғадан кейін сол балаларды көрдіңіз бе жалпы? Сол дүкендегі балаларды көрген жоқсыз. Төбелестен қайтып баратқан жаңағы балалар сіздерге қайтып келді ғой, көлікке отырған кезде. Сол кезде сол балалардың бірге қайтып баратқанын көрдіңіз бе? Жоқ, көрген жоқпын. Себебі біз көлікте отырғанда біз өзіміз 6 адам болып отырдық. Қалған көлікте кім отырғанын көрген жоқпын. Дидар Қалиахмет деген бала туралы ештеңе естімедіңіз ба сол кезде? Бізбен сол төбелесте болды, бірге барды деген. Жоқ, танымаймын. Рахмет, сұрағым жоқ. Адвокат Бөлінбаев. Бірақ сұрақ. Адвокат Бұрқасынбаев, Қали Ахмет Дидарының мүддесінде. Сіз жаңа айттыңыз, Мерс көлігімен басқалармен бірге тау жаққа бардық деп. Сол тау жаққа барған кезде жаңағы магазинде көрген азамат барды ма сол жаққа? Сол адамдармен ілесіп? Қай магазинде көрген? Жаңа сіз айттыңыз ғой, магазинге Эльмирамен кіріп, темекі алған кезде 2 азамат болды. Кейін олар жаңағыда шыққаннан кейін қалып қалды деп. Сол азаматтар кейін сіздер тауға барған кезде сіздермен бірге барды ма?
бізбен бірге барған Куә жоқ. кішкене жақынырақ сөйлеңізші Жоқ, микрофонға. бізбен барған жоқ. Куә себебі- микрофонға жақынырақ сөйлеңізші. Бізбен барған жоқ, себебі біз мэрс машинасында өзіміз 6 адам болып бардық, ал түскен кезде ұлдар жеке сөйлесуге кетіп қалды. Ол жақта қандай ұлдар болғанын мен білмеймін. Басқа сұрақ жоқ. Адвокат Бөлінбаев, қараңызшы, сіз кейіннен Ғайыпбаев Нұрғанат ретінде таныған сақалды ұзын жігіт Иә. бізге қарап мылтық атты деді. Микрофонды өшіре салыңызшы. Сол мылтықты қайдан алып келді, көрдіңіз бе? Оны нақты қай жерден алған көрген жоқпын, бірақ магазиннің получается магазиннің бұрышында ағаштар бар, сол жақтан әйтеуір қараңғы жақтан келе жатқан болатын. Ол мылтықты атар алдында қандай да бір сөз айтты ма? Мына жанжал доғарындар, әйтпесе мылтық қолданамын деген сияқты. Жоқ, оны нақты мән бермеппін, атқанын ғана естідім. Естіңіз бе, атқанын көрдіңіз бе? Атқанын көрдім, естідім. Неше рет атты? Бір рет жоғарыға қарай атты, содан екінші, үшінші рет уже бізге қаратай ата бастады, адамдарға қарай. Біздің сторонамызға қарай. Рұқсат. Тұра тұрыңыз. Қорғау тарабы бар ма сұрақтарыңызда? Сұрақ бар, құрметті сот. Қоя беріңіз. Куә жақсы келдідан Айдар қыз айтыңызшы. Сіз жаңа Абзал басқа автокөлікпен келді дедіңіз, иә? Сол кезде төбелес басталып кетіп еді, әлде Абзал келгеннен кейін басталды ма төбелес? Нақты айтып бере аласыз ба осын? Біз магазинге кіріп шығамыз. Кіріп шыққан кезде уже ерегесіп атады, боғауыз сөздер кетіп атады. Сол кезде келді ғой деймін Абзал. Нақты есімде жоқ, бірақ сол кезде келген сәт. Яғни сіз нақты ол кезде көрген жоқсыз, иә? Абзалдың сол кезде келген кезде төбелестің сол кезде басталғанын. Себебі біздің мэрс Кабаннан ол кезде Абзал жоқ болды ғой. Кабаннан сол Равиль, Нұрқияс, Шыңғыс, Азамат түсті. Біз магазинге кіріп кетсеміз, 1-2 минут аралығында, сол 3 минут аралығында ғой деймін Абзал келеді. Немен келді ол? Ол басқа машинамен келді. Қандай машина? Ақ машинадан түсті. Маркасын білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Сізге тағы сұрақ. Сіз жаңа айттыңыз ғой, естігенім бойынша сақалды жігіттен тартып алғанын білдім деп Абзалдың мылтықты. Сіз соны білгенде нақты өзіңіз көзіңізбен көрдіңіз ба тартып алғанын, әлде сіз сол кезде сізге біреу айтты ма? Өстіп тартып алды деп естідіңіз бе әлде? Жоқ, мен оны естуім бойынша деп айттым. Яғни сіз естідіңіз, өзіңіз нақты көзіңізбен оны тартып алғанын көрген жоқсыз. Ол соңғы нелер сұрақтары да бар ғой деймін, естуім бойынша деп жазған. Кімнен естідіңіз? Есімде жоқ. Кім айтты оны? Есімде жоқ. Қай кезде айтты? Есімде жоқ. Жақсы, есіңізде жоқ болса, сізге тағы да бір сұрақ болады. Сіз жаңа Абзалдың қолына, яғни қолын жуғысы келді, сол кезде мен қолымда темекі болды, көрмей қалдым, бірақ пышақ екен, жүзін көрдім деп айтқасыз. Сол пышақты сипаттап бере аласыз ба? Қандай, түсі қандай, түрі қандай, көлемі қандай, сабы қандай деген сияқты. Жауап беріңіз. Пышақтың жүзін ғана көрдім деп айттым. Сол жүзі қандай? Жүзі шүкір жылтыр. Ені, шамамен қаншама? Кішірек болу керек. Шамамен қанша сантиметр болады? Оны нақты білмейді екен. Ұзындығы жүзің? Мына жалпақтығы көлемін. Осындай жүзін ғана көрдім мен. Жуып атқан кезде. Қандай айрықша белгілері бар ма тағы да? Жоқ, байқамадым. Мысалы, пышақ неше түрліге бөлінеді ғой? Бәкі пышақ, жабылмалы пышақ, ас пышақ деген сияқты. Соны сіз айтып бере аласыз ба, қандай пышақ екенін? Яғни сіз нақты жүзін көрдім деп тұрсыз. Жоқ, бәкі болған жоқ, себебі бәкінің мынандай қалыңдау болады ғой, жұқа болды, кішкентай пышақ сияқты болды. Мен құйдым да, сонымен кетіп қалдым, дәлше көрген жоқпын, жүзін ғана көрдім сол. Енін ұзындығын, яғни айта алмайсыз. Нақты айта алмаймын. Басқа сұрақ жоқ. Қорғау тарабы, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Адвокат Бөлінбаев қазір. Енді сіз мұнда Сәкиев Равильді танимын дедіңіз, иә? Сол бір күн бұрын танысқам. Осы оқиға барысында осы Сәкиев Равильдің бір заңға қайшы қандай да бір әрекетін көрдіңіз бе? Жоқ, байқамадым, көрмедім. Жақсы. Қойыңыз, микрофон беріңіздерші. Ильяс Нұрқазың әкесімен. Нана ханым, сіз жаңа айтып вас, балалар келіп отырды деп мәштеге. Сонда қанша балалардың қолынан пышақ көрдіңіз мәштеге отырғанда? Машинаға отырғанда? Қанша балалардың қолында пышақ болды мәштеге отырғанда?
машинаға отырғанда нақты машинада ешкім пышақ ұстап отырғанын көрген жоқпын. Сол түскен кезде сол абзалдың қолынан көрдім. Потом жаңа машинадан Шыңғыс па сол мылтықпен бірге алып түскен ғана көрдім. Рахмет. Болды. Сотталушылар бір сұрақ болады ма екен осы сұраққа байланысты? Сіз жаңа нақты көрген жоқпын дедіңіз, иә? Абзалдың қолынан қай кезде көрдіңіз сонда сіз пышақты? Сол келген кезде ма, жаңа төбелеске басталған кезде көрдіңіз ба, әлде машинеге уже қайтып баратқан кезде көрдіңіз ба? Сол 3-7-ның алдында көрдім. Қалай дейсіз? 3-7-ның алдында қайтып баратқан. Уже қайтып, уже келесі магазинге барып тоқтаған кезде көрдіңіз, иә? Ал алдын ала көрген жоқсыз? Жоқ. Сотталушылар кім бар? Кімде бар сұрақ? Тоқтабаев Азамат Маратбекұлы. Қоя беріңіз. 2024 күн 3-нен 4-нен күні қараған түні сол енді тау деп тұр ғой, ол негізі тау емес, біздің Тұрар Рысқұлов ауылының жоғары шеті. Сол жерге барғанда біз түсіп сөйлесіп кеткенде мен айналып кетіп Мерседес сендер Елмира екеуін отқанда, мен сол кезде сендерге телефон көрсеткен болатын. Осы телефон түсіп қалды сендердікі емес па деп, сол есіңе түссе нақтылап айтып бере аласың ба? Ондай жағдай болды ма? Нақты азамат па білмеймін, бірақ келіп біреу сұраған, мынау сендердің телефондарың емес па деп. Мен ол кезде өз телефонымды таппай отырған болатын. Содан кейін тұра тұрыңыз. Жалғастыра беріңіз. Ары қарай не болды содан кейін? Сіздікі болып шықты ма ол телефон? Жоқ, менікі емес. Кімдікі екен? Мен білмеймін, менікі емес деп айттым да, біз машинада Нұрбекова отыра бердік. бұл не деп жауап берді оған? Оны нақты естімедім. Жақсы, келесі сұрағыңызды қоя беріңіз. Сол жерде кішкене түсінбеушілік болып жатыр, құрметті сот. Жоқ, айтудың қажеті жоқ. Сіздер өз жауаптарыңызды айтасыздар оны. Қазір сұрақ болса, сұрақ қойыңыз. Басқа сұрағым жоқ. Жақсы, тұра тұрыңыз. Сотталушылар тағы кім бар? Қойыңыз. Ана сұрақ қойып кетті. Ана оқиға болған жерде менен бір жеткен кезде WhatsApp желісінде маған жазғанды есіңде ме? Мен саған жазған есімде жоқ. Қай жерде төбелес басталып кетті, тезірек келесің бе? Жоқ, мен жазбадым. Басқа сұрағыңыз бар ма? Сотталушылар тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қоя беріңіз. Қорғаушы Бабажанова, Тоқтабаев азаматтың қорғаушысымын. Мына сұрақты нақтылап кетейінші. Мына азамат телефон кімнің телефон деген кезде телефон қолында ұстап тұрды ма азамат? Білмеймін, мен қараңғы болды, мен ол кезде мэрстің ішінде отырдық біз. Соны келді, мынау сендердің телефондарың емес па деген ғана естідім. Жоқ, біздікі емес дедім да, мен мән бермедім. Сол кезде автокөліктің ішінде кім естіді тағы оны сұрағанын? Оны білмеймін. Жаныңызда машиненің ішінде ешкім естімеді ма басқа? Мен отырдым, Елмира отырды. Елмира естіді ма, бірақ мен білмеймін. Ол үшін жауап бере алмаймын. Әзірше сұрағым жоқ. Қойыңыз. Жаңа сізге ұсынған телефон сипаттап айтып бере аласыз ба? Жоқ, айтып бере алмаймын. Сіз көрмесеңіз оның қалай сіздікі емес екенін айттыңыз, өйткені сіз телефон іздеп отырмын дедіңіз. Себебі телефон іздеп отырғанмын, сол кезде тапқан болатынмын. Машинаның алдыңғы сиденьясының артындағы карманда болған. Тапқаннан кейін барып сізге айттым ма? Иә, ол кезде тауып алған болатын. Айыптау тарабы, сіздерде кімде сұрақ бар? Сіз айтыңызшы, сізден бірінші кезде 4 қазанда жауап алды, содан кейін қай кезде үйге жіберді? 4 қазан деген сол 3 күні түннен келесі күні. 3 күні түнде бізді алып кеткеннен кейін 4 күні түнгі 11-де жіберді. Содан кейін 5 күн қайтадан жауапқа шақырды, 8-де шақырды. Үйіңізге бардыңыз, демалдыңыз, қайтып келдіңіз бе? Үйге бардым, сонымен таңғы сағат 8-де келдім. Содан кейін осы оқиға жауап алғаннан кейін Елмирамен қай кезде сіз байланыстыңыз? Осы ұсталғаннан кейін ба? Иә. Сол қайтқаннан кейін. 5 күнінде жауап алғаннан кейін кездесіп сөйлестіңіздер, иә? Елмираның жағдайы қандай болды сол кезде? Елмира жылап отырды. Ау? Жылап отырды. Жылап тұрды. Бірақ шағымданды ма? Тергеушілер қысым жасады, басқа дегенді айтты ма? Жоқ. Айтқан жоқ па? Жоқ. Мен сұрағым жоқ. Құрметті сот, бола ма? Жәбірленушінің өкілі Бағдат Амандосұлы. Айтыңызшы, Дана. Иә. Оқиға болған кезде сізде сол жерден қашып кетуге мүмкіндігіңіз болды ма?
негізі мүмкіндігім болды, иә, мойындаймын, бірақ Рахмет. қорыққаннан Тағы бір сұрақ. Сіз Абзалдың қолындағы пышақты жуып жатқан кезде дези құйдыңыз ғой. Сол кезде сіз түсіндіңіз бе? Бұл пышақтан біреу жарақат алғанын. иә, іштей ойладым, төбелес болды ғой ана жақта деп ойладым. Рахмет, менде сұрақ жоқ, құрметті сот, назар аударуыңызды сұраймын. Рахмет. Бар ма, қойыңыз? Дана айтыңызшы, мынау сізден жауап алынған кезде мына берілген жауапты барлықтарын өз еркіңізбен бердіңіз бе сіз? Бастапқы берген жауаптарыңызда? Иә. Сол кезде сізге қорғаушы ұсынды ма? Жоқ. Сіз қанша жауапты қорғаушысыз неттіңіз, бердіңіз? Мен 6-сына дейін ба қорғаушысыз болдым. 2 күн. Қойдым. 2 күн ба, 2 күн ба, 1 сутка ма, сонда. 1 сутка ма, 2 күн ба, нақты есімде жоқ. Осы мына 4-нен бастап 6-сына дейін қанша рет жауап алынды сізден? Нақты есімде жоқ, бірақ бізден устный допросты алынды и андай письменный допросты алынды. Бұндай сұрақтан қандай мақсатпен қойып отырсыз, қорғаушы? Қандай мақсатпен? Іс бойынша қандай мәселені шешу үшін? Қорғануға құқық, куә Барлық жауаптарды өз еркімен бердім деп айтып отыр. Енді қорғаушы ұсынды ма, қанша Қандай мақсатта? Айтыңызшы. Қанша тергеушілер оны неткен, құрметті сот? Енді сол кезде құқығы болды ғой. Іс бойынша қандай мән-жайлар анықтауға қажетті мән-жайлар болып табылады? Басқа сұрағыңыз бар ма? Полиция қызметкерлерінен қысым келтірілді ма сізге? Жоқ. Бұл сұрағым жоқ. Қойыңыз. Дана, айтыңызшы, сіз қасыңызда құрбыңызға ана ауылдың шетінде болдыңыз ғой, тау бөк па, білмеймін, 3 деген магазиннан кеткеннен кейін. Сол кезде құрбыңыз Данаға, Эльмираға туысқаныңа хабарласшы, бізді алып кетсін деп айттыңыз ба? Иә, айттым. Сіз оның туысқанын танисыз ба? Ағасы болатын, бізді жұмыстан кеш қалғанда алып кететін иногда. Үнемі ма? Жоқ, үнемі емес. Арасында қатты кеш қалған кезде алып кететін. Сіз оны көрсеңіз танисыз? Көрсем танимын. А неге сіз Эльмираға, айттыңыз, ағаңа хабарласшы, бізді осы жерден алып кетсін деп, қандай ниетпен айттыңыз сіз оны? Себебі біз ана жерде балалар жиналып тұрғаннан кейін біз қайтамыз ба, қайта алмай қаламыз ба, содан қорықтық. Үйге жете аламыз ба, жете алмаймыз ба деп. Әлде қылмыс жасалғанын біліп, түсініп тұрып, қорқып тұрып айттыңыз ба? Сұрақты басқаша қойыңыз. Сіз бұл сұраққа өзіңізге қарсы жауап беруден бас тартуға болады бұндай сұрақтарға. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Эльмира сол кезде өзінің туысқанына хабарласты ма? Жоқ, хабарласқан жоқ. Неге? Себебі қатты кеш болып кетті, ол ұйықтап жатқан шығар деп. 3 магазинінде ана Дезиді жаңағы ана пышақпен жудырдыңыз ғой, сосын барып сіз қайттан Мерседес-Бензға келіп отырдыңыз ғой. Сол кезде сізде кетіп қалуға мүмкіндік болды ма сол жерден? Ол сұраққа жоқ. Келесі сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ жоқ. Сіз айтыңызшы, куә. Абзалдың қолынан пышақтың жүзін көрдім дедіңіз. Содан кейін сол пышақты Шыңғыстың қолынан көрдім дедіңіз. Сіз сенімдісіз бе сол бір пышақ екеніне? Бір пышақ екеніне сенімді емеспін, бірақ пышақты алып шыққанын көрдім Шыңғыстың. Рахмет, отыра беріңіз. Отыра берейін ба? Отыра беріңіз.